Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте жұмсақ сондай дәмді болып шығатын бельгийский вафлилар дайындайтын боламыз. Алдымен видеомды көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін қажетті заттар: ұн, қант, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сүт және де сары май, сұйық май, қопсытқыш қажет болады. Алдымен жұмыртқаларымыздың сарысы мен ағын бөлек ажыратып алатын боламыз. Бізге қазір сарысы қажет болады. Жұмыртқаның сарысын және де қантымызды, сүтімізді, сары майымызды, қопсытқышымызды бәрін қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінеке осындай болып шықты. Енді осының үстіне ұнымызды біртіндеп сала отырып, араластырып, қоймалжың масса болғанша араластыратын боламыз. Ең соңында сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай қоймалжың, осындай масса пайда болады. Енді біз жұмыртқаның ағын миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жайлап көтере отырып, осылай аппақ көпіршік болғанша араластыратын боламыз. Ыдысымызды төңкерген кезде ол түспеуі қажет. Енді осыны біз қамырлы массамыздың үстіне жайлап біртіндеп сала отырып, асықпай араластыратын боламыз. Мінеке осындай болып шығады, қоймалжың болып. Енді біз қызып тұрған табамызға осылай салып шығып, екі жағын пісіріп алатын боламыз. Менде жоғары жағы дұрыс жасамайды екен, сол себепті айналдырып пісіріп алдым. Басында жабысып қалуы мүмкін, сол себепті табамызды кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Бельгийский вафлиларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, сондай жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегілердің бәрі таласып жеп алды. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.